барлығына қыз бала жауапты. Ол баяғыдан келе жатқан дерт қой. Мен қызметші емеспін ғой, мне можно деп өмір сүріп көрші. Маған болады. Маған болады, мен лайықтымын деп. Содан бірден түсінесің, бұл ред флаг екен. Не істесем болады, жүрісті жалғастыра берейін бе? Мен осылай өмір сүремін деген менде мінез жоқ, тәрбие жоқ. Жағдай сен үшін не жайында? Ол жайында емес, сен жайлы болса. Maybe тайғын болса біліс, жаның ауырса дема. Сыртын жауабы бар, жүрекке жалылия. Сәлем сұлулар, бұл Дем подкасты, қош келдіңіздер. Мұнда біз әрқайсымыздың жанымызға жақын іштегі сырларымызды, әңгімелерімізді ортаға салып айтамыз. Бізден ешқандай сынау жоқ, баға беру жоқ, тек қана қолдау. Дем бұл түсіністік пен шынайы әңгімелерге негізделген кеңістік деп қабылдасаңыздар болады. Мен Нұрила Ақберген, журналист-блогермін. Өздеріңіз сияқты өз жолымен жүріп келе жатқан әйелмін. Өзімнің сабақтарым бар, уайымым бар, күмәндарым бар және жеңістерім бар адаммын. Бұл подкаст сіздерге арналған. Біздің мүддеміз бір, біздің үмітіміз бір, біздің ойлайтын мақсаттарымыз барлығы бір. Осы подкаст арқылы біз бәріміз өзара өзімізді түсінуге, оған қоса сезімдерімізді тани алуға және де жаңа күшті табуға үйренеміз деген ойдамыз. Мен Мереке Исабек, өзім психолог-ментормын. Қазіргі таңда қыз-келіншектердің трансформациясы, жалпы менталдық саулығымен айналысамын. Және естеріңізге салып өтсек, бұл Дем сырласу форматындағы терапиялық подкаст. Және әрбір бағдарламада, әрбір шығарылымда біз көрерменнен келген хаттарға жауап беріп, өзіміздің ойымызбен, пікірімізбен бөлсеміз, бұл жерде ешқайсымыз сіздерге ақыл айтуға, кеңес беруге емес, жалпы қолдау көрсетуге, дем беруге отырмыз. Және әрбір айтылған ақпарат сіз үшін бір ішіңізде, көкеңізде жатқан сұрағыңызға жауап болар деген үміт бар. Сонымен қатар біздің қасымызда жүргізушілерден бөлек әрбір шығарылымда біздің арнайы қонақтарымыз болады. Сондай сыйлы бір арнайы қонақтардың бірі Алина Шадинова. Ол сіздер секілді көп балалы ана, яғни 7 баланың анасы. Сонымен қатар 10 жылдан астам уақыт қыз-келіншектермен жұмыс істеп жүрген маман. Өзі туралы қызығырақ қосымша ақпараттарды өзі айтып өтсе деп сөзге деген өзіңе берсем, Алина. Қош келдіңіз. Қош болдық, Мереке ханым, Нұрила ханым. Осындай керемет кеңістікке шақырғандарыңызға алғысым шексіз. Менің миссия, менің ішкі күйіммен осы сіздердің де миссияларыңыз бірге бір тоғысып тұрған секілді. Өзім Аллаға шүкір 7 баланың анасымын. Кәсіби кәдімгі дипломы бар психолог, сексологпын және интимді гимнастиканың инструкторымын. Неге бұл жолды таңдадым? Себебі бұл енді әр әйел өзінің жаңа болі дейді ғой. Болынан бастап жаңағы сол больге жарасы деп айтады. Жан деңгейіндегі жарамды емдеуге неше түрлі жаңағы бір оқулар, жүйелер жасап сол жолда жүрген, сол бағытта жүрген адамдардың бірімін. Қазіргі таңда Аллаға шүкір талай қыз-келіншектердің ішкі күйін реттеуге, сонымен қатар өзінің құндылығын сезінуге ат салысып жүрген адамдардың бірімін. Өкінішке орай бізде көптеген қыздар құндылықты, өзінің ішкі құндылығын тек қана басқа біреуге жағып, біреуге ұнау үшін, біреуге көріну үшін, бір галочка плюс алу үшін ғана бір құрметтеп үйренген. Дұрыс айтасың, біздің негізі әрбір қазақ қызының көкейінде жатқан жақсы боламын, жақсы көрінемін деген ниеттің ар жағында үлкен ауыр реніштер, өкпелер, сонымен қатар ішкі күйзелістер, көптеген қорқыныш сезімі бар, күмән бар, ішкі кінә сезімі бар дегендей. Ең соңында ол ішкі келіншектің жарығының сөнуіне алып келеді, өкінішке орай. Жақсы болам деп өзін қалай жаман жағдайға жеткізгенін байқамай қалады. Жоғалтып алады. Сонымен бағана айтып өткендей, біздің әр бағдарламамызда бізге көрермендерден хат келеді деп айттым. Әр хат ол бір қыз-келіншектің өмірлік оқиғасы, ол шынайы өмірден алынған. Біз қауіпсіздік мақсатында атын өзгертеміз әрине, бірақ қазір сол хаттарға көшсек және оқиғаларды оқып біздің көрермендерімізбен бөліссек. Бүгінгі біздің кейіпкеріміз
Қыздар хатты ұялмай жібере беріңіздер, уайымдамаңыздар, құпиялық біз өте қатты сақтаймыз. Қазір хатты мына пошта бойынша жіберуге болады, экранда көрсетілген. Тағы да сіздердің хаттарыңызды қабылдап, өз ойларымызбен бөлісетін боламыз. Хатты Алина өзің оқып бастасаң. Жарайды, рахмет. Ал, бисмиллах. Менің атым Назым. Қазір 40 жастамын, 2 керемет балам бар. Үлкені 15-те, кішісі 12-де. Екеуінде некеде жүргенде дүниеге әкелдім. Балаларымды күйеуге шыққаннан кейін тудым. Күйеуімен 16 жыл бірге тұрып, ақыры ажырасып кеттік дейді. Басқа әйел тапқан үшін ажырасуды өзі қалаған. Алиментін төлегенімен балаларына көңіл бөлетіні тым аз. Бірақ шынымды айтсам, ол ешқашан балаларға қатты қызыққан жоқ дейді. Так, жас кезімізде танысып 5 жыл жүріп, барып үйлендік, яғни махаббат болған, 24 жасымда тұрмысқа шықтым. Басында бәрі жақсы болатын, бірақ балалардан кейін жағдай толықтай өзгерді. Өзімді әйел ретінде сезінбей қалдым, тек ана рөлінде ғана жүрдім. Үй шаруасы мен бала тәрбиесі түгел менің мойныма түсті дейді. Жұмысты тастап үйде отырып қалдым. Үй жинау, тамақ пісіру, кір жуу бәрін мен істедім. Үстіне ақша жетпей қаржы проблемаларын қосылды. Осы жерде бірнәрсе айтып өтсем бола ма? Бұл жерде жан саған сын емес, Назым. Бұл жерде просто бұл негізі бір біздің бір халықтағы мен кәсіби жаңағы жеке ойым деп айтайыншы, бізде осындай бір дерт бар. Барлығына қыз бала жауапты. Ол баяғыдан келе жатқан дерт қой. Яғни енді біз одан айығып жатырық десек болады. Әйел адам өзін жақсы әйел болу үшін, білмеймін, махаббат іздеу үшін түбінде өзін тастап жіберіп, құрбандыққа шалады. Яғни мына жақта не дейді? Бала шаруасы мен тәрбиесі, үй шаруасы мен бала тәрбиесі түгел менің мойныма түсті дейді. Яғни бұндай күйде жүрген қыздар тым көп. Соның нәтижесінде өзін жоғалтып алады, жаңағы түбінде қызғаншақ болып кетеді, күйеуін тінтейді, претензия көбейеді. Одан кейін еркек не істейді? Бір тыныштық іздейді, басқа жаққа көз ауады. Енді онда айтып жатыр ғой, ұрыс керіс күнде болатын деп. Ұрыс, ары қарай хатты оқитын болсақ, ұрыс керіс күнде болатын, ол маған сен қиынсың, ештеңе көңілің толмайды дей беретін. Ал менің сұрағым көп болған жоқ. Қолданған затын орнына қойысып, андасында балаларға қарасын. Мен де бір серуендеп, достарыма барып келейін. Мен қызметші емеспін ғой, мен де әйелмін, мейірім мен қамқорлықты қалаймын дейді. Жаным сол. Давай. Мынаны қараш, не бар ғой, бір притча. Не сенің итің қыңсылап тұр дейді ғой, ол шегенің үстінде жатыр дейді. Енді тұрмай ма шегенің үстінен десе, видимо, не так больно дейді. Ондай қатты ауырып тұрған жоқ шығар, сол үшін тұрмай жатыр дейді. Тура сол секілді, сен кішкентай сәби емессің, ересек адамсың. Тұрды, мысалы, бала да, тұрмыс та ортақ. Ол тек қана әйелге қатысты не емес. Әйел адам өзінің аманат екенін ұмытқан кезде, өзінің дамытуды ұмытқан кезде, дамыту деген қыздар ол тек қана бір жаңағы жоғары оқу орнында оқып, бір диплом алып, немесе бір докторантураға түсу емес. Даму деген өзіңнің құндылығыңды, өзіңді адам екенді сезіну. Негізінде не бар ғой, перинаталды психология. Қазір айтасыздар жаңағы. Көп сөйлейді мен жаңағы бір мизогиния депті, мизогинистка, әйелдердің жауы деп, ондай емес. Бұл жақта енді бүйтіп батырып айтпасақ, мындайды қыздар, күйеудің, ененің болсын, қайын жұрттың болсын, көрші қолаңның кімде, яғни кім болса да, кім болса да, сен жаңағы өзінің құндылығын басқа біреудің молодец деген арқылы іздейтін болсаң, оның ешқашан түбіне жетпейсің. Мына өстіп өзіңді жоғалта бересің, кете бересің түбінде де. Мына жақта бала босанғаннан кейін деген ключевой момент бар. Яғни ол не? Бұл жерде әйел адам босанғаннан кейін оның төменгі бұлшықеттері әлсірейді. Енді ол қалыпты жағдай ғой. Таза өтіну, бірақ бізде мына жаңағы жыныстық сауаттылық деген жоқ қой. Ұят ол, масқара ол. Ана жер деп аталатын жер. И әйел адамның ол жері, жамбасының қуысында бұлшықеттер әлсірейтін болса, бітті, ол әйелдік жаңағы даже либидосы түседі. Одан кейін өзінің бір қылықтылығы түседі. Неге? Себебі қылығы жоғала бастайды ғой. Бұл да әсер береді. Не үшін жоғалады? Себебі бойында жаңа қан айналым нашар.
төменгі бүкіл ана органдар нашар жұмыс жасайды. Еркекке қызық емес болып қалады деп ойлайсың. Әрине қызық емес. Енді бұл Еркекке мықты бұлшық керек па? иә, ол да рас. Жоқ, мысалы қанша енді процентқа жетсе оны ойлану керек болып жатыр. вот енді күшті сұрақ, қараңыздар. Төменгі бұлшық еттерді еркек үшін дамытудың қажеті жоқ. Ол бірінші очередь сенің денсаулығың. Өзің үшін. Ол сенің аманатың. Ол мысалы түшкіргенде, секіргенде кішірет жіберіп қоймауың. Да? Өзіңнің бойыңда энергияң толасып, көзің жанып, өмірге деген бір интереспен өмір сүру. Қыз кезіндегі дейді. Иә, қыз кезіндегенде, яғни вот это вот легкость дейді ғой, жеңіл күйің. Бірақ оның кері, яғни төменгі жағы әлсіз болса, оның кері әсері күйіңізбен жақындықта еркекке негізі, вот қараңыздаршы. Бұл жақта бірақ қатта жазып тұрған жоқ қой ол. Арамыз суып кетті, неге мұны жазылып тұр ғой? Төсекті қарым-қатынас бар ма бұл Өзімді жерде? мына балалардан кейін жағдай толықтай өзгерді дейді. Өзімді әйел ретінде сезінбей қалдым. Не үшін? Потому что өзін, яғни жертвовать етіп жүрді. Не істеді? Яғни мен күшті ана болайын, жаңағы келін болайын деген шығар. Өзің болмысын жоғалтып жалды. Онда былай жасайық, хатты толық оқып алайық та, Давайте, толық давайте. картинаны көрейік, сөйтіп тағы бір әңгімелесейік. Жарайды, кетті. Армен былай бетеді. Балалар мектепке барған соң күйеуімнің айлығы жетпегендіктен қайтадан жұмысқа шықтым. Бірақ ештеңе өзгерген жоқ. Жұмыстан кейін де барлық үй шаруасы мен балалар менің мойнымда қалды. Ұрыс-керіс бұрынғыдан да көбейді. Ұрыс одан әрі көбейіп, ақыры ол мені әр қашан проблемасы бар, ми жейтін қиын әйелсің деп кемсіте салатын болды дейді. Ажырасқаннан кейін үйде тыныштық орнады. Бір жағынан жеңілдеп қалғандаймын. Шамасы бәрі солай аяқталу керек болған шығар. Біз мүлде екі түрлі адам едік. Ол мені еш қашан түсінген жоқ. Жақында өмірімде жаңа жігіт пайда болды. Жасы 36-да, үйленбеген, мейірімді. Қасында жүрсем, көңілім тынышталады. Көп сөйлесеміз. Ол мені тыңдап түсінуге тырысады. Өмірімде бірінші рет осындай қамқорлық көріп, өзімді әйел ретінде сезіне бастадым дейді. Бірақ бір мәселе бар. Мен оған балаларым барын айтқан жоқпын. Тіпті жасымды да азайтып 35-темін деп жібердім. Шындықты білсе, менен безіп кетеді деп қорқамын. Не істесем болады? Онымен қарым-қатынасты жалғастыра берейін бе? Әлде балаларым бар болған соң ешкіммен жақындаспай-ақ қойғаным дұрыс па дейді. Так. Осымен хат аяқталды. Жалпы мен ойлаймын, бұл жерде енді қайтадан Алинаның ойына оралсақ, жалпы Алина өзінің өмірлік тәжірибесінен де керемет кеңес береді деп ойлаймын бұл қыз келіншекке. Не себепті? Өзің айтсаң, Алина. Енді қыз баланың тағдыры не дейді ғой жаңағы? Жіңішке дейді ғой? Қыздың жолы жіңішке дейді. Менің бір профессорым айтқан, Алина, сен негізі, мен негізі өзім оңтүстіктен шыққым, оңтүстіктің тумасымын. Сен жаңағы жанына дарқысың ғой дейді. Бір кішкене бір революционер секілді. Енді тағдырым солай. Қазір мен 3-ші тұрмыстамын. 7 бала да, альхамдулилля, өзімдікі. Өзім тудым десең. Өзімдікі, өндірістікі. Енді мынандай, мына жақта мына қызға не айтқым келеді. Мына ішкі құндылық жайлы, это вот я могу ода айта аламын бұл жайлы, да. Мына жақта қараңызшы, она опять пишет, жаным сол не істейін дейді, или айтайын ба айтпайын ба, или вообще өмір бақи жалғыз болып қалайын ба дейді. Қайтадан өзін жаңағы не істейді? Құрбандыққа шалып жатыр. Яғни лайық емеспін деп ойлап. Лайық емеспін дейді, иә. Енді менің айтқым келетіні, назым, алтыным, өмірде түрлі қиындықтар болады, да? Бірақ мәселе ол шындықты білсе, білмегенде емес, мәселе ол сол шындықты сен өзің қабылдасаң. Бұл сенің тағдырың, бұл сенің тәжірибең, иә? Одан кейін ол тәжірибе үшін өзін кінәламау, иә? Иә, ол тәжірибені үшін кінәламау. Это колоссальный опыт, күшті бұл. Иә. Қайта. Сен өзің мысалы енді 3 рет тұрмыста болдым деп жатсың ғой? 3-ші тұрмыстамын. 3-ші рет тұрмыстасың, 3-ші рет. Кешірім сұраймын. 3-ші рет тұрмыстасың.
енді бұның несін айтпай ақ қояйық көлемін, да, бұдан кейін жалпы өзім айтып өтсем, жалпы саған жаңа қарым-қатынас құруға не көмектесті? Өйткені ол оңай емес қой, әрбір ажырасу бір негізі өліммен тең деп айтады. Оңай емес, ауыр. Мың тірілген деп айтады ғой, былай айтқан кезде жаннан секілді, былай айтқан кезде шынымен ол психикалық тұрғыда, менталдық тұрғыда ол өте ауыр нәрсе. Адам бір феникс құсы секілді бір жанып қайтадан тіріледі, да, өйткені ол жақта бұрынғы Алина қалмайды, жаңадан бір адам дүниеге келгендей сезімдерден өтеді. Өйткені жаңадан өзін жинайды. Мысалы маған сол қызық болып тұр, енді бұл келіншек бір қарым-қатынастан шықты ғой, сонда келіншектерге мысалы саған өзің екінші қарым-қатынасқа барған дұрыс па, және сен қандай нәрселермен жұмыс істедің мысалы ол қарым-қатынасқа кіру үшін? Күшті сұрақ қойдың, рахмет жаным. Егер ажырасып дәл сол настройкалармен қайтып тұрмыс құратын болсаңыз, примерно жаңа жағдайыңыз оңды солды сондай болуы мүмкін. Қайтадан жаңағы сол сценарий, просто сценарий өзгермейді, тек қана адамдар мен есімдер өзгереді. Не істеу керек ол үшін? Мысалы менің алғашқы ажырасуымда бұл жерде жаңағы окей, ажырастым. Не үшін? Не буду говорить, ажырастым. Содан менде жаңағы бір я не то, я БУ деген бір ішкі бір түрлі сондай жеткіліксіз состояние болатын. Бірақ мен оны әлі, то есть я не осознавала, оны түсінбейтінмін. Бірінші ажырасуда оны вообще түсінген жоқсың. Қолымда сәбиім бар, жаңағы неше түрлі жігіттер жүгірді артымнан, бірақ как будто мен соларға лайықсыз сияқты сезінемін, да, и сразу жаңағы қайтарып тастайтын беттерін, жоқ болмайды деп. А тут екінші некеге мен дайын болмай бардым. Неге? Жаңағы, ну вот, знаете, вот спастись. Вот қолымда бала бар, вот қазір кімнің мойнына мына жауапкершілікті жүктесем екен? Кім мені жақсы көрсе екен? Құтқарушы адам іздеймін. Содан ол некеде менде өте үлкен өсу болды. Себебі жаңағы мына ішкі жанның жарақаттары ашылады. Ол жарақаттан қашпай, сериал, жаңа пәлен, түген, өсек, аян емес, а именно сол жарақатқа барып, сонымен жұмыс жасап, соның түбінде не жатқанын сезініп жұмыс істеген сайын, яғни менің профессиям жаңағы от моей боли дейді ғой. Не істеймін, өзімнің құндылығымды сезіне бастаймын. Яғни менің ішкі құндылығым, менің ішкі жаңа бүкіл негізі пенде адам баласы ол періште емес. Оның бойында қателік жасауы, немесе бір идеальный болмау, это нормально. Тебе не обязательно быть жаңағы идеальный келін, чтоб тебя жаңа молодец, пәленшенің келіні жақсы деп айтатындай. Немесе ата-ананың жаңағы бір не дейтіндей үмітін ақтайтын бала боламын. Сен робот емессің, да? Сенің өміріңде бір түрлі қателіктер болуы мүмкін, это нормально. Просто сол қателіктерді қабылдап, тәубе ететін жерде тәубе етіп, дұрыс бағытта жылжитын болсаң, көп нәрсе өзгереді алған қалған. Ал Нұрила, өзің қазір сен бұл қыз-келіншекте өзіңнің тәжірибеңнен қандай кеңес берер едің? Енді саған да кішкене тағдырлас сияқты болып тұрған жоқ па өзіңе? Тағдырлас 40-та емеспін десең. Жалпы бұл жерде мен мынандай адаммын. Мен жасырып қалып, ішімдегі бұқып қалатын адам емеспін. Менің бетім не дейді? Солай бойымды да, жан дүниемді солай сөйлеп тұр. Мен бәрін ашық айтамын. Егер танысқысы келіп жатса, жағадай өзінің сөзін білдіріп жатса, мен қалай бар солай айтамын. Андай жасыруда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Бұл маған андай, мен окей емеспін деген түсінік жоқ менде бұл тұрғыда. Мен қыз күнімде қалай жүрдім, мен қазір дәл солай жүрмін, және де мен солай өзімді сезінемін де. Менде жағадай мүмкін ойлаймын, осыдан 5-6 жыл бұрын, 7 жыл бұрын ажырасу өте қатты әйелдерге ауыр алып келетін, себебі клеймо сияқты көрінетін. Бір басында бір таңба тұрған сияқты сезілетін әйелдерде. Бұл өте ауыр нәрсе, сол үшін де өлім сияқты сезіледі. Әйелдің жаңадан өзін жасап шығаруы сондай ажырасудан кейін көп болып жатыр. Қазірде енді жасыратын не бар? Ажырасу көп болып жатыр біздің елімізде. Екінші орында тұр дейді. Бұның барлығын бір әйелге кеп тіре алмаймыз. Екі адамның арақатынасынан дұрыс болмағандықтан да болуы мүмкін, оның себептері көп қой. Ал енді мен жағдайымда мен өз басым осы заманда ажырасқандықтан болар деп ойлаймын. Қоғамда бұрынғыдағыдай ярлықтар жоқ. Бұрынғыдағыдай сен ажырасқансың ғой, сен
балалармен прицеппен деп сөйлейді ғой, бұрын көп сөйлейтін, қазір олай айтпайды. Себебі мен ойлаймын қазіргі жігіттердің көзі ашық болып жатыр, әйелдердің өзі көзі ашық, әйелді түсінетін заманға келдік, бір-бірімізді қолдайтын уақытқа келдік. Ешкім үндемей отырмайды. Міне қазір хаттар жазып отыр ғой, қыздар өздерінің ашық ойларын айтып жатыр. Бұның өзі бір прогресс әйелдердің арасында. Мен оған қатты қуанамын. Сол үшін маған бұл нәрсе жеңіл. Ажырасқан, ажыраспаған бір қатты не көрмейтін болдым, айырмашылық көрмейтін болдым. Себебі адамның жан дүниесі, оның құндылықтары бірінші орында. Енді бұл жерде ажырасуға ешкімді шабыттандырып жатқан жоқпыз. Иә, ажырасуға үгіттемейміз де. Ажырасу қандай жағдайда болу керек? Міндетті түрде енді физикалық. Жоқ, әңгіме ажырасуда емес. Мен мысалы сұрағым мынандай болды да, жаңа қарым-қатынас құру қазір саған қиындық тудырып жатқан жоқ па өзіңде? Егер тудыратын болса, мүмкін мен жаңағы әйел сияқты жасыратын бедім. Сен ашық өзің айтасың. Әлбетте, қалай оны жасырып айтуға болады? Бар нәрсені, бар дүниеңді, бар балаларым. Мен балаларым, 3 балам бар болғанда мен қатты қуанамын. Мен үшін ол жетістік, жеңіс. Осы жаста мен 3 балам бар. Өсіп қалған. Қалай күшті. Енді айтып жатыр ғой, мысалы Алина өзінің өмірлік несімен бір баламен шыққаннан кейін мен өзімді сондай жеткіліксіз деген сезімде болдым да, сол өзімді толыққанды құндылығым сезіну үшін көп трансформациялық жолдан өтуім керек болды деп. Ол әрине 15 қанша жыл бұрынғы оқиға. Ол кезде мысалы қоғамда басқа қарым-қатынас еді. Әйелдер бүйтіп ашыла алмайтын, бір-біріне қолдау бола алмайтын. Қазіргі қыз-келіншектер әрине біз секілді қолдау тауып жатыр, бір-біріне жауаптарын алып жатыр. Осы жолдан өткен, трансформациядан өткен әйелдер өзінің тәжірибесімен бөлісу арқылы басқа қыз-келіншектердің де уақытын және трансформациясының жылдамдығын күшейтіп жатқан сияқты маған. Ол рас. Осы орайда айтатын едім, менің ажырасу процесіме өте қатты көмектескен менің ортам, менің құрбыларым, қоғамды да айтсам болады. Егер бәлкім енді біз қалай өстік, қазақ қыздар ұят болады. Енді ол біздің жағы қоғамда қатты айтылып бітіп тізе шыққан әңгіме ғой. Дегенмен ол әсер етпей қоймайды бізге. Қазақ қызы болғаннан кейін, сондай тәрбие көріп өскеннен кейін. Ортамның қыздарының көзі ашықтығы, бәрі мәдениетті, сауатты болғандығы болар, күшті қолдауларымен мен қазір ол трансформацияларды жеңіл өткердім. Нұрила, онда қайтадан хатқа оралсақ, жаңағы бағанде Алинаны біз тоқтатып қойдық. Ең қызық жерінде мінекей мына жерін айтайыншы деген екен, хат толыққан оқып шықтық дедік. Енді толық хат бойынша өзіміздің ойымызбен бөлісіп шықсақ. Сен бақытты өмірге лайықтысың. Жаңағы я достойна дейді ғой. Мне можно деп өмір сүріп көрші. Маған болады. Маған болады, мен лайықтымын деп. Осы орайда бар ғой. Ер адамдар ажырасса, еркекте ешқашан өзіне деген өзін құнсыздандыру жоқ. Бізде осы тұста ер адамдардан алатын бір үлгіміз бар ау деймін. Олар өзін құнды санайды. Ажырасса да, мен балаларым бар екен, мен 2 рет, 3 рет, 10 рет ажырастым екен деген ой жоқ. Олар өзін бар қалпымен жақсы көріп үйренген. Бізге де әйелдерге де сол керек. Бізде ажырастым екен деп, өмір бітті екен деп ойлаудың қажеті жоқ. Көп әйел ажырасқаннан өмір біткен сияқты, сосын өмір бойы жалғыз өтетін сияқты, өтуім керек деген сияқты бір қағидамен өмір сүріп кетеді. Қазір де өзін айтып отыр ғой, білмей тұрмын, жалғыз өтейін бе, әлде әрмен қарай сөйлесейін бе деген сияқты күмәнданып тұр да. Себебі оның миында былайша айтқанда әлі де қоғамның іліп берген қағидаттары тұр да. Ажырасқан әйел жалғыз өткені дұрысырақ. Себебі оны көп айтылады әлі күнге дейін. Себебі балаларды ойлайды, әрмен қарай қалай болады, тағы да сол нәрсені қайталаймын ба деген сияқты. Сосын ер адамдардың бәрі бірдей деген түсініктен туындауы мүмкін бұндай ойлар. Сол үшін тәжірибемен алмасу керек, сөйлесу керек. Бұл жігіт болмаса да басқа да өте жақсы ер азамат кездесу мүмкін, оның ойын түбегейлі өзгерту мүмкін. Көбінде әйел ажырасқаннан кейін жабылып қалады да, ешқандай ер азаматпен сөйлеспейді. Осы орайда енді бәрімен сөйлесіп, бәрімен қарым-қатынасқа түсу емес қой, әр адамды тану мақсатында ер адамдармен сөйлесе алу керек, білуі де керек деп ойлаймын, тәжірибе ретінде. Жалпы егер мен өз тарапымнан айтатын болсам, хаттың бастауынан бастап, былай қарап тұрсақ, өте сондай назымға қатысты да. 16 жыл өмірін
бір құнсыз өткізгендей сезімде қалып тұр да, бұл шетте қалып қалғандай. Негізі енді Аллаға шүкір 2 ұлдың анасы болып отырсыз бұл уақытта да. Бірақ жалпы сценарий бойынша айтатын болсам, көбінесе бұл жерде оқысақ, бұл қыз келіншек өзіне бір ана рөлін алып алған сияқты қарым-қатынаста. Жолдасы туралы айтып жатыр, ол ешқашан балаларға қатты қызыққан жоқ деп. Себебі менің ойлаймын, жолдасы бұл жерде, қазақтарда бір әзіл бар ғой, үйдің алғашқым, енді күйеуін не деп айтатын еді, бірінші тұңғышым дейтін еді ғой, тұңғышым деп, күйеуім деп әзілдейді. Негізі әр әзілдің астында бір зіл жатыр дегендей. Өкінішке орай кейбір ер азаматтар отбасын құрғаннан кейін оттың басы емес, үйдің тұңғышы бала рөлін алады. Және осы орайда қарап отырсаңыз, ол күйеуіне де жағдайын жасап, тамағын істедім, ананың беретін несін айтып жатыр, жылулығын айтып жатыр да, жауапкершілігін айтып жатыр. Ол жерде өзінің әйел ретіндегі бір жағдайын, күйін, рөлін сипаттаған жоқ. Және бұл жерде мен ойлаймын, менің жорамалым Назым үйінің үлкені секілді. Өйткені көбінесе үйінің үлкенінің қыздары кішкентайынан ата-анасы оған көп жауапкершілік беріп, оны балаға қара, тамақ істе, ананы істе, жұрт не айтады, сұрт не дейді деп үлкен жауапкершілікті, үлкен ауыртпашылықты үйдің үлкенінің қыздарына береді. Осы орайда кейін тұрмыс құрған кезде өзінің өткен сценарийына байланысты тұрмыста да тура сол сценарийді қайталайды қыздар. Тұрмысқа шыққан кезде махаббатты мен тек қана осылай бере алады екенмін. Себебі мен ата-анам мені қай уақытта жақсы көрді, мен үй шаруасын жақсы істеген кезде, інілеріме қараған кезде, және тыныш үндемей жүрген кезінде ата-анам мені жақсы көрді. Ол үшін махаббаттың кілті осындай қарым-қатынастан тұрады деген бір бейне қалыптасады. Және тұрмысқа шыққан кезде ол махаббаттың басқа бейнесін көрген жоқ қой. Ата-анасының арасында да махаббат сондай болды. Анасын қарайды, анасы сөйтіп келіндік қызмет істейді, күйеуіне үндемейді, сабыр көреді. Тек қана сол сценарийде көрген қыз сол сценариймен өмір сүріп бастайды. Өкінішке орай ер азамат әрқашан анасымен жатқысы келмейді. Былай кейбір психологиялық ауытқу болмаса, және ол кезде ол өзінің қасында бөтен адам сияқты, әшейін анасы секілді бір сондай, былай айтқан кезде сол қызметтерді атқаратын, сондай аналық жылулық беретін, бірақ әйелдік басқаша жылулық беретін әйелді басқа сырттан іздей бастайды. Не себепті? Себебі енді кейбір ер азаматтар болады, тіпті ажыраспайды да олар. Өйткені оларға аналық махаббат жетіспегендіктен бірінші әйелінде сақтап қалады. Сосын екінші әйел болсын, үшінші әйел болсын деп іштегі өзінің бітпеген жараларын, іштегі тесіктерін әйелдер арқылы жабуға тырысады. Енді ол әрине еркектердің сценарийі, бұл жерде мен әйелдің сценарийін айтқым келіп отыр. Жалпы сонымен қатар айтып жатыр, енді танысып 5 жыл барып үйлендік, 24 жасында тұрмысқа шықтым дейді. Менің түсінуімше бұл жерде де тіпті қарым-қатынастардың да өздерінің түрлері болады ғой. Бұл жерде дені сау қарым-қатынас емес, әйел көбінесе тревожный тип дейді. Әрқашан уайымдап отыратын, еркектің соңынан қарайтын, қарым-қатынас туралы көп ойларды мазалайтын қалыптағы типпен өмір сүретін секілді. Ал ер азамат болса керісінше қашу сценариймен өмір сүретін, әрқашан тереңдіктен қашатын ер азаматтар болады. Қарым-қатынастың сондай қарым-қатынасты көріп тұрмын. Өйткені ол үйде болудан қарағанда сыртта көп уақыт өткізетін көрінеді. Сонымен қарасаңыз, қарап тұрсаңыздар, ол айтып жатыр да басында, үйдің шаруасы бәрі менің мойнымда болды. Оған кішкене бөлісіп алайық дедім, ол қабылдаған жоқ дейді. Бірақ кейін ажырасқаннан кейін жақсы болып қалды дейді. Былай қарап тұрсаңыз, шаруа біткен жоқ. Ажыраспай да, ажырасу барысында да, отбасында ол шаруа қалады. Бірақ неге әйелдің миы тынышталып қалады? Себебі артып тұрады ғой бір иығын еркекке. Ол көмектесу керек деген ой тұрады әйелде. Жоқ, потому что күйеуіне деген жауапкершілік жоқ уже. Оны да алып отыр ғой баласы ретінде, жаңа тұңғышым ретінде. Бұл жерде керісінше бір жүктен айырылған секілді болып тұр да бұл жерде. Былай қарап тұрсаңыз, бұл айтса болды, ол кеткеннен кейін маған қиын болды, мынау андай жатын істей алмадым, мынау жатын шықпады деп. Керісінше бұл бір жүктен айырылған сияқты болып тұр. Сондықтан әйел қай уақытта қиналады, егер шынымен де ер азамат өте қатты үлкен қолдау көрсетіп, бүкіл жағдайын жасап отырса, ешқандай әйел отбасын бұзып ажырасқысы келмейді. Жүгі ауырлап кеткен кезде, көптеген жауапкершілік әйелдің иығына артылған кезде, және әйелге сен менің анамның да рөлін ал, үйдің еркегінің де рөлін ал, әйелінің де рөлін ал, өзің де ана бол, бірақ кішкентай қыздың рөлін ойнама деп айтқан кезде, яғни әйел еркелеп ер азаматына бет бұра алмаған жағдайда әйел қатты қиналғаннан, жүктің ауырлығынан, амал жоғынан осындай жаққа барады. Бірақ бұл жерде қарап тұрсаңыз, тіпті бұндай рөлде де қыз
келісіп тұрды. Ол ауыртпашылықтан қашқан жоқ, оған қатты ауыр болған сатқындық болды. Яғни өзі кетіп қалды екеуі. өйткені сатқындық болды, тіпті сатқындық болса да ол тастап тұрған жоқ бұл. Өйткені бұның қағидасы құрбан рөлінде өмір сүру, бұның өмірлік сценарийі. Айтып өткендей Алина. Өйткені еркектің өзі тастап таңдауын басқа жаққа жіберді. Мүмкін бұл жерде де қыздың өзінің сценарийі мені таңдамайды деген сценарийін өмір сүріп отуы мүмкін. Өйткені біздің психикамыз қандай болса, қандай оймен өмір сүрсе, өмірлік сценарийде, өмірлік жағдайларда сол жағдайға жетпейінше біз жібермейміз. Өйткені бізде бір убеждение бар ғой, ой қалыптасқан. Соны дәлелдеу үшін біз сол міндетті түрде сол жағдайға барамыз. Мына жерде де ол қатты қорқып тұрғаны, мені таңдамайды деген сезімнен қайтадан жаңа қарым-қатынас құрғанда, 40 жаста болса мені таңдамайды, балаларым болса мені таңдамайды, егер мен шынайы болсам мені таңдамайды деп, тіпті жаңа қарым-қатынастың өзінде өзін жақсырақ көрсету мақсатында балалары туралы ақпаратты жасырып жатыр, өзі туралы ақпарат жасырып жатыр, қайтадан ескі сценарий бойынша, Алина айтпақшы, бұрынғы сценарий бойынша өмір сүріп жатыр. Кім біледі, 24 жасында тұрмысқа шыққан кезде ол қандай сөздермен мына ер азаматқа тұрмысқа шықты да, тұрмысқа шыққаннан кейін ол маскасының бәрі шешілді. Мен өзімнің үлкен бір жақсы көретін сөзім бар. Отбасы құрғанда ең үлкен иллюзия деймін. Еркек әйелді ешқашан өзгермейді екен деп күтеді деймін да. Ал әйел болса еркекті өзім өзгертіп аламын деп күтеді деп. Негізінде әйел қарым-қатынасқа байланысты өзгереді және өзінің шынайы маскасы ашылады, ал еркекті де ешкім өзгерте алмайды, егер өзі ол өзгерісті қаламаса. Толықтай келісем. Но мынандай мәселе бар. Бізде жаңа бүкіл жүкті, бүкіл жауапкершілікті еркекке беріп қоя алмаймыз. Бұл мысалы 16 жыл қиналып жүре бермей даму керек еді, түсіну керек еді, не үшін, не болып жатыр менімен, почему так происходит деген секілді. Мына жақта қазір ауыр да болса, бірақ шындықты айтайын, мынандай мәселе бар. Удобно бола бермей, өзінің, яғни адам үнемі өзін тану керек. Өз-өзімен жаңағы сөйлесіп, өзінің қырларын, сырларын білу керек. Мысалы, сен өмірінде бір проблема болып жатыр, мысалы, ол қарамайды дейсің, көмектеспейді, бәрін өзің істедің. Значит, тебе так было выгодно, жаным. Значит, саған сол ыңғайлы болды. Әйтпесе, егер саған ыңғайсыз болса, сен бір әрекетін іздейтін едің, не үшін бітеді бұл деп. Барып соғысып емес, осындай кезде қыздар бірден ана адамның алқасынан алып емес, кәдімгідей өзіңізбен біраз бір сөйлесіп көріңізші. Бұл жағдай маған не береді? Не үшін мен бұл жағдайға көнем? Бұның түбінде не жатыр? А по-хорошему, Назым кәдімгі психологқа барып, сол ішкі сценарийларды зерттеп, өзіңді жаңа қырғыннан көріп, қателіктеріңнен опыт алып, ол қателіктеріңді тәжірибеге ауыстырып, мына баяғы жартас сол жартас болмай өзгеру. Мысалы, көп жағдайда байқайсыздар ма? Әйел адамдар толып жүреді, бірақ күйеуі измена жасаған кезде көркейе түсіп, яғни өзіне мән бере бастайды. Неге? Оған дейін болды, мен бүгіннен бастап нан жемеймін, мен бүгіннен бастап пәлен істемеймін дейміз да? Но бәрі предаем себя. Каждый раз өзімізді сатып кете береміз да? Жаңа это спорт болуы мүмкін, кітап оқу болуы мүмкін, білмеймін, жаңа дұрыс қарым-қатынас болуы мүмкін. Бірақ тек қана через боль, когда уже қатты невыносимо больно, сол кезде ғана не істейміз, біз бір әрекетке көшеміз. Сол больға жеткізбей, үнемі өзіңіз таңдап, 4 бағытта дамып, мен үнемі айтам, әйелдер, құрметті қыз-келіншектер, өзім 4 қыздың анасы болғаннан кейін қыздарыма да айтам, 4 бағытта дамыңдар. Бірінші рухани, екіншісі психологиялық тұрғыда, яғни өзінің ішкі сезімдеріңізді, ішкі әлеміңіз зерттеңіз, физикалық тұрғыда, яғни тәніңізбен жұмыс жасаңыз. 4-ші бағыт ол финансовый тұрғыда. Біздің халықта, біздің қыздардың да, еркектің де қаржылай сауаттылығы өте төмен. Сол үшін қазір бізде басқа тақырыпты, бірақ көбіміз кредитный линиядан батып қалғанбыз. Вот. Сол үшін дамимыз, өзгереміз. Жалпы әйелдің әйел болу үшін, дұрыс өзінің құндылығы өсу үшін де осы 4 қағида болса, ол өзін толыққанда әйел сезіне алады дегіңіз келіп отыр ғой. Иә. Осы 4 бағытта егер бірдей дамып отыратын болса, тек қана финансовый қаржылай сауаттылық емес, тек қана рухани емес, тек қана жаңа физика емес, осы 4-еуін де алып жүретін болса, то әйел адам үнемі дамып, үнемі жас, үнемі өмірге деген сүйіспеншілікпен, жаңа өзгерістерді көрген сайын ішкі шүкіршілігі де артады.
яғни это важно. Сосын былай Назым, сенің құнды болуыңның жаңағы не дейді андай өлшемі ол жақсы тамақта, немесе тап-таза үйде, немесе жылтыраған бетте емес, ол сенің ішкі күйіңде. Мына жерде мен тағы да хатқа оралғым келіп тұр. Жалпы мына жерде мысалы кім Назым бізден сұрақ қойып жатыр да, не істесем болады, жүрісті жалғастыра берейін бе, әлде ашық айтайын ба дейді. Яғни оның миында бұл жағдайға байланысты белгілі бір қорытынды тұрған секілді да. Егер мен айтатын болсам, жүріс тоқтайды, біз айырылсамыз дегендей. Или или деген нәрсе болып тұр. Мен айтқым келеді, осы өзіңіздің ойыңызда қалыптасқан ойлармен жұмыс істеңіз, қарым-қатынас туралы, яғни қандай негативті ойларыңыз бар, бүкілін жазып, өзіңіз парақша арқылы жазған кезде түсінесіз, сізде қандай бір қалыптасып қалған ойлар бар, солармен жұмыс істеу керек. Сонымен қатар мына жерде мен еще бір нәрсе түсінгенім, мына айтып жатыр, өмірімде алғаш рет осындай сезімде болдым дейді. Бұған дейін ешқандай сезімде болмаған секілдімін дейді. Яғни бірінші жолдасымен 5 жыл қарым-қатынасымен салыстырып тұр деп ойлайсыздар ма қалай? Өмірімде бірінші рет осындай қамқорлық көріп, өзімді әйел ретінде сезіне бастадым дейді. Енді просто ана аташыла ана рөлінен бір әйел рөліне енген кезде сол еркектің қасында өзін әйел рөлін сезінеді бұл. Қазір қайтып бытқа кіретін болса, ол қайтып сол жерге кіріп кетуі мүмкін. Сол үшін тұрмыс тіршілікте жүрген әйел өзін әйел сезінуден қалады. Ал бұл содан шығып енді жеңілдеді ғой. Жеңілдегеннен кейін жақсы ер азамат болып тұр, ұнатып отыр, мейірімді деп жақсы сипаттап жатыр, өзін күшті сезініп жатыр. Жалпы қыздар өздеріңіздің ойларыңызбен қызығып тұр. Қарым-қатынастағы жас айырмашылыққа қалай қарайсыздар? Қазіргі таңда андай термин шыққан ғой, жас үлкен қыздарға жас жігіттер көп көз салады деген секілді. Нұрила, сондай варианттар бар ма сенде? Ол шыны керек, бұл қалыпты жағдай мен үшін. Қандай? Қалыпты жағдай. Мен ойлағым қауіпті деп естідім. Қауіпті десе, қауіпті емес деп. Қауіпті қай кезде болады? Егер ол әлі инфантильді жағдайда болса, ол ер азамат. Қалай ажыратасың? Әңгімесінен. Қандай әңгімесінен? Айтшы маған, мысалы, жігіт келді саған. Енді сен былай айтқан кезде адамдарға қызық емес қой. Келген кезде өмірлік бір жағдайларды естігісі келеді қыздар. Мысалы айтасың, жігіт келіп егер сізге мынандай десе, бұл значит инфантил. Мынау ересек. Инфантил, мынау ересек. Мынандай нәрсе бар да, біз ойлаймыз, бір көреміз, екі көреміз, адам тануға болады деп. Кейде бір адамдарды тану үшін 1 жылда жеткіліксіз. Себебі өте қатты 16 жылда жеткіліксіз. Мінекей. Кейде соншалықты қатты қалың маскада болуы мүмкін ер азамат. Сен оны білмей де қаласың. Осы орайда өзім жағдайымды айтайын. Мен тұрмысқа шықпай тұрып, өте талғампаз әйелдердің бірі болдым. Енді жалпы біз өмірлік жар таңдағанда талғампаз болмағанда қандай боласың? Қарайсың, көресің, оның істеп жатқан іс-әрекеттеріне, сөздеріне мән бересің. Мен 7 айдай сөйлестік, жүрдік, қыз бен жігіт болып. Сол кезде бір былайша айтқанда ред флаг болған емес. Мен үшін тұрмысқа шығуды таңдадым ол адамға, себебі мен ред флаг көрмедім. Тоқтайшы, сен ол кезде ред флаг деген нәрсені түсінетін бе едің? Біз мысалы, мен өзімнің жастық кезімде есімде жоқ, мен ред флаг, грин флаг деген нәрсені білген жоқпыз. Ол кезде түсінбейсің, бірақ қазіргі тілмен айтқанда ред флаг идеально болды ма? Мен қалай түсінем, менің көңілім біртүрлі сезінеді. Сөзі ұнамайды, сөзі мынау кеудеңді тесет, немесе сенің ойларыңды, сенің әлеміндегі өзіңнің қағидаттарыңды өзгертіп дұрыс емес дейді. Содан бірден түсінесің, бұл ред флаг екен. Енді ол кезде ондай түсінік болған жоқ, мен ондай нәрсе сезінген жоқпын. Кейіннен тұрмысқа шығып, некемізді қиып, тойымыз болып жатқан кезде ең бірінші ред флагты көрдім мен. Сол кезде сезіндім, қатты ред флаг. Өте ауыр болды. Мен сол кезде тойдан кетіп қалғым келетіндей жағдай болды. Подружкамен сезіп тұрдым. Жоқ, ондай емес, ондай болса ол точно той болмайды. Ондай емес. Алина өзінің ред флагын айтып қалды. Жоқ, ондай болған жоқ сізде. Жоқ, это крайность дейді, причина. Мен енді андай эмпат адамбыз ғой, сезімталмыз біз, әрбір сөзді көңілімізге аламыз. Осы уақытқа дейін ойлаңыздаршы, 7 ай бойы саған бірде бір сөз айтпайды, киген киіміңе әңгіме айтпайды,
сен идеальныйсың, сен күштісің, сен бүкіл тәрбие болмысың, қазақылығын сөйлеу сөз бәрі мүмкін сен өзің идеально көрсеткенге тырысқан жоқсың ғой оған өзіңе? Қалай бармын, солай болдым. Просто мен идеально болдым десек. Мен идеально. Қалай бармын, солай болдым, бірақ мен көп нәрсемді ашық айттым. Мен жұмыс істеймін, мен осындай, маған жұмыс өте маңызды, маған өте маңызды нәрселерімді алға тартып айттым, талаптарымды да қойдым, оның бәріне келісті. Red flag былай болды. Біреулерге күлкілі болуы мүмкін бұл red flag, бірақ маған бұл өте қатты әсер етті. Себебі тойда жағадай бетіңді әрлетесің, сосын шашын жасайды ғой. Мен сол кезде ұзатуда шығып, 2 көрімен қазіргідей ұзатудан шықтық. Кейіннен енді бізде келісім болған жоқ, орамал тағасың деген. Бірақ мен сол уақытта енді стиль өзгеріп, кішкене келіндік болып жатқаннан кейін тюрбан тағамын деп өзім шештім. Сосын шашымды шығарып, кішкене андай әдемілеп тағам деп. Сөйтіп тюрбанымды тағып шығып көлікке отырсам, мынау не дейді? Қазір тағы айтсам бұл тағы да әңгіме болады. Мына не 2 мүйізің дейді ғой. Мынандай 2 шашым әдеміленіп шығып тұр ғой. Қазір енді барлығы қыздар, қалыңдықтар. Әңгіме мынау не кекілін емес, не мына 2 мүйізің деген сөз маған ауыр дейді. Мен сол жерде шыдай алмай. Сүзіп алдың ба? Мен оны сүзіп алғандай болып тұрмын ғой. Сөйтсем, оның мен ренжідім, жыладым, сөйлемей қойдым. Енді мінезім бар, жоқ емес, аларып тұрып, мынау не? Шығарғым келді, шығардым. Бұл менің бір рет болатын тойым. Мен қалай болғым келеді, мен өзім білем. Мен бір ақ рет көйлек киіп тұрмын. Тойдың алдында 1-2 сағат бұрын, 1 сағат бұрын ба сондай. Сөйттім да, бүйтіп отырып алдым, ренжіп. Сол кездегі қалыңдық шаш үлгім 2 кекілім шығып тұрды. Соны 2 мүйіз деп айтқан үшін маған үлкен red flag болды. Сол үшін кішкене кекілжім болды. Кейіннен мен жыладым, өзім сосын жиналдым, не істеймін қазір? Маған мынаның өзі ауыр болып тұр, бұл қазір осылай айтып жатыр, кейін қалай болады екен деген ойлар болды менде. Сосын тойға қайтып шығып жатқан кезде көйлегімді киіп, той көйлегімді киіп тойға шығып жатқанда кешірім сұрады. Ол жерде ұстаздар болатын еді. Маған маңызды сенің басың толық жабылуы деген ой болды. Дегенмен ол өзінің ішінде норма санап тұр да, бірақ ол елдің сөзі маңыздырақ болғандықтан менің бүкіл шашымды жинатқысы келіп тұр. Осындай мәселе болды. Одан кейін тойда отырдым. Ойымның бәрі шынымен кетіп қалсам қалай болады екен деп. Әлбетте енді той бір жақта, мына жақта әке-шешем отыр, барлығы келіп алған туысқандар, енді той ғой. Не ойлайсың? Бірден кетіп қалмайсың ба келіп алған деп? Келеді ғой. Вообще откуда они пришли? Жалпы сол моментте мен әрмен қалай өрбиді екен өміріміз деген қатты бір қорқыныш болды. Осы маған үлкен былайша айтқанда қоңырау болды ғой. Былай қарап тұрсаң енді басқа адамдар түсінбеуі мүмкін. Бір шаш үшін сонша неге red flag деп жатыр деп. Негізі мен Нұриланың сезімдерін кішкене ашып жеткізгім келіп тұр. Бұл жерде мен ойлаймын Нұриланың қорқынышы болды. Екеуміздің арамыздағы қарым-қатынасқа жұрттың не айтады, жұрт не айтады, сөз не болады деп, оның жеке өзінің ой өрісі емес, басқа жұрттың көзқарасы қарым-қатынасымызға әсер етуі мүмкін деген қорқыныш болды. Дәл осы қорқыныш, осы мәселе бізді ажырастырды десек те болады. Осы да бір себептерінің бірі. Себебі мен жалпы адамның ойына қатты қарамаймын. Өзімдік шеңберім бар, арды қалай ұстау керек, аттамау керек тұстарым бар. Ал елдің сөзіне келген кезде оның бәрін қабылдап, мына құрбым осылай айтты екен, бітті, мен осылай өмір сүрем деген менде мінез жоқ, тәрбие жоқ, қалып жоқ ішімде. Мен келісіп, 2 адам отырып келсеміз ғой, мен солай өмір сүре аламын. Келісім бойынша, себебі мен адам таңдадым ба, мен оны өмірімнің соңына дейін сыйлауға дайын адаммын. Себебі ол менде табиғатыма енген дүние. Өмір сыйлау деген, яғни оның жеке қалауын, жеке сыйластықпен қабылдау дейсің ғой? Қабылдау. Және де мен оны өзім ер азаматымнан да дәл сондай нәрсе күтемін. Негізі жалпы мынандай сөз бар, отбасы құрғанда ең алғаш сен қандай нәрсеге көз жұмасың? Міне осыны айтқым келген. Отбасының ең соңында қарым-қатынаста сол мәселе бастапқы мәселе болады дейді, ажырасудың. Отбасы құрғанда ең басты неге көз жұмуға тырысасың, жарайды, осыны қабылдай салайыншы деп. Ең соңында сол мәселені көз жұма алмай, үлкен мәселеге айналатын себеп сол болады екен. Дегенмен кейініректе бұл мәселені көп қозғадық, әңгімеледік. Мен де өзім позициямды айқын айттым. Сонда да өзінің позициясын андай бұрын. Ал қалай ойлайсың, жарайды, сен ол жайында айтып жатсың. Егер сен өзің жеке трансформацияң жайында болсаң,
бұл жағдай сен үшін не жайында, ол жайында емес, сен жайлы болса. Түсіндіре алдың ба сұрақты? Түсіндіре алмадың ба? Түсінбедім мен, не айттың? Мысалы сен айттың ғой, мысалы біздің өмірлік жағдайлар ол айна секілді. Біз ішімізде қандай сезімде боламыз, сол сыртқы адамдар күйің саған көрсетеді, сол жараңды ашады деп. Осы жағдай жұрттың сөзі туралы сенің ішіңдегі бір жағдайды ашты ма, бір трансформация, бір өзгерістер болды ма? Мысалы, менің өмірімде мынау жағдай болыпты, өйткені менің ішімнен андай конфликт болған екен деген секілді бір тұжырымдама болды ма сенде? Ой түйдің ба бір нәрседен? Менде тұрмыс тіршілікте былайша айтқанда запрет дейді ғой, анау болмайды, мынау болмайды дегендер көбейе бастаған кезде мен нені түсіндім кейіннен. Мен өзім қатты өз-өзіме шекара қойып тастағанын түсіндім. Шектеп тастадың? Өзімді шектеп тастағанын түсіндім, себебі 17 жастан бері телеарнада жүргендіктен түзу жүріп, түзу үйге қайту деген мәселе болды. Сосын менде андай ер адамдармен сөйлесіп, тәжірибе алмасу деген период та болмаған, ер адамдар тану деген процесте болмаған. Соның бәрін кейінірек түсіндім, және де бұл маған әлбетте сабақ болды. Мен өткен өміріме өкінішпен, андай қайғымен деп қарамаймын. Бұл сабақ болды. Бұл күшті сабақ болды, өзіңіз бағана айтып отқандағыдай. Негізі айтқым келіп отыр, мысалы қазір Нұрила сырт көзге андай болып көрінуі мүмкін да, еркіндікті қалайтын, протестке шыққан, бунт, осындай мен еркінмін деп. Негізінде оның не себепті мүмкін? Ішкі өзінің ішіндегі ішкі критика дейді ғой, өте қатты жоғары болғандықтан, керісінше өзіне көп былай еркіндік бере алмағандықтан осындай шектеулермен кездеседі. Притянула. Иә, былай айтқан келеді. Мен притянула деп айтпаймын, я выбрала. Көбінде біз таңдаймыз ғой. Біз ойлаймыз, мен оны шақырып алдым деп. Шақырып алсақ та, бәлкім, біз таңдамауға құқығымыз бар, еркіміз бар. Бұл жерде мен таңдап тұрмын. Шектеуді дейсің ғой. Мен бір қосарым бар еді, қараңыздар. Мына жерде біз енді ред флаг деп жатырмыз ғой. Қыздар, бір жағынан бұның барлығы жақсы, бірақ бір өзінің мерасымен болу керекті. Мысалы, ред флаг деп бәрін айта беруге болмайды. Ред флагсыз адам жоқ деген сияқты. Иә, ол сен де періште емессің ғой, біріншіден. Екіншіден, сонда сендер қандай еркекті қалайсыңдар? Удобный еркекті қалайсыңдар ма? Сенің қалауынан, ойыңнан, яғни, тогда извини меня, он будет просто марионеткой твоей. Оның өзінің ішкі қалауы. Яғни, ойың мандай ма? Келіспей ма? Red flag. Болмайды. No депті. Так не пойдет тоже. Арада конфликт болуы нормально. Конфликт арқылы туындайды ғой, ол адамның қандай екені. Жоқ, конфликт деген не ол? Конфликт деген ол өсу нүктесі. Мысалы қараңыз, мысалы да образно маған құйып береді, мысалы мохито. Мен айтамын, мен мохито ішпеймін. И сол жерде, сен мен құйған мохитоны ішпейсің ба сонда? Сен мен істеген ісімді қадірлемейсің ба деп, это может драматизировать образно. Я не про вас. Мен өзіме қаулап отқан жоқ. Образыңызға мысалы да, түсініп отырмын. Да. Или же, сен мохито жақсы көрмейсің ба? Ну давай. Қандай сен жақсы көресің? То есть это бір нейтральный позиция ғой. Яғни кез келген жағдайда конфликт, егер оны одан дұрыс шығатын болса, ол өсу нүктесі болады. Тура осылай, мысалы мына жерде мына біздің Назымымызға келейікші. Назымның өзіне келетін болсақ, да? Назым, сізге айтқым келетін мынандай дүние бар. Бірінші, егер сенің өзің үшін жасың 40-та болғаның, 2 баланың анасы болғаның окей болғанда, саған ешқандай әлем сырттан бетіңе баспайды. Ой, мынаның 2 баласы бар екен, ой, мынаның жас 40-та екен. Мен саған вот живой пример. Менің жолдасым, екеуміздің жас аралығымыз қазір 10 жас. 10 жас, сенен кішкентай ма? Иә, менен жастау. Жастау. Бірақ мен ол кісіге сіз деп сөйлеймін. Неге себебі мен ол кісінің бойындағы еркектік қабілетіне, болмысына тәнтімін. И осы жерде қараңыз, бірінші некеден 1 бала, екінші некеден 5 бала, общий 6 баламен мен онда вообще жаңағы жоқым кету керекпін ғой, жаңағы депрессияға кіріп, түсіп, мен вообще ешкімге керек емеспін деп. Кейбір әйелдердің ойы бойынша. Иә, кейбір адамдардың ойы бойынша, не только әйел, еркектің де ойсы да болады. Өзінің ойлай берсең де құндылығын қандай деңгейде трансформациядан өткізген. Насколько сен ішкі құндылығыңды сезіну керексің, сол сен хоть қанша бала шағаң болса да, Аллаға шүкір сен құндысың. Мен тек қана қыз баласы, тек қана оның пәк
пәктігі, немесе оның удобствосы, немесе дәмді тамақ жасағаны, немесе жақсы керемет келін болғаны үшін ғана құнды емес. Сенің ой пікірің, сенің ішкі күйің, әлемің, әзілің сол адамға прям жетіспейтін пазл болуы мүмкін. Келесі адамға. Сен и так бүтін тұлғасын. И өзің бүтін тұлға болғаннан кейін сен бір бүтін адамды жаңағы можешь притянуть. Бүтін адам бүтін адамды таңдайды. Иә, сондай. Тесіктер Бірақ кейбір тесіктер бір-біріне идеально келеді десек бола ма? Иә, ол да жақсы. тесіктерін бітеу үшін несің ғой. Енді бұл жерде екі ересек, сауатты, көз ашық адам егер екеуінде де тесік болса, оны әдемі бір-бірін бітеп Мен жалпы ойлаймын, жайғастыруға кім болады айтып деп жатыр ғой? Алина жалпы әйелдің энергетикасы туралы айтып жатқан сияқты. Әйел өзі негізі ішкі күйін дұрыстап, өзінің құндылығын тауып, фокус өзінде болып, даму процесінде болу, фокус өзіне ұстау деген ол жауапкершіліктен кету емес. Сонымен қатар балаларының алдында да жауапкершілігін ұмытпай, қоғамның алдындағы жауапкершілігі бар. Жалпы өз орнында тұрған кезде әйелден сондай тойымды әдемі энергетика шығады да. Мен ойлаймын, оны бірінші рет адам түріне де емес, ішкі күй деп жатыр ғой. Қандай энергетика сенен шығады, оны адамдар сезеді. Адамды алдай алмайсың қазір дейді. Қанша сен жақсы сөйлесең де, бетсең де, ол сенмен кездескеннен кейін, кездесу біткеннен кейін сен кеткен кезде ішінде қандай әсер қалады сенен кейін, сол сезімнен ориентир жасайды екен. Ол тіпті ер азаматқа да байланысты емес. Тіпті өзіміз кездесейік, қыздармен кездескен кезде, бір кездесуге барған кезде, бір адамдармен жолыққаннан кейін іштей өзің шаршап қалған сияқты сезім боласың. Өйткені ол адам өзі ресурста емес. Ол келіп мені толықтырыңдаршы деген сезіммен келеді да. Кейбір адамдар толыққанды өзін жақсы сезінген кезде шаршап тұрса да ол адам шаршатпайды сені. Себебі ол өзін іштегі емкостін толыққанды толтыра білген адам. Енді Назымға сіз осындай энергетикасыз, осындай бетіңізге басып жатқан жоқпыз. Қазіргі нақты басты фокусыңыз өзіңізді толтыруға болсын. Толтыру қай уақытта болады? Егер сіз өзіңіздің энергияңыздың қай жаққа кетіп жатқанын анықтасаңыз, яғни қандай ішіңізде сіздің бітелмей тұрған тесіктер бар, сонымен айналысып, сол өмірден өткен және трансформациядан өткен сіз үшін өте жақсы бір мотивация деп ойлаймын. Назым, мен сізге айтқым келетіні, өзіңізге фокус қойыңыз, Мереке айтпақшы. Ажырасқаннан кейін де өмір бар. Міндетті түрде ажырастым екен деп бүкіл өмірді жоққа шығаруға болмайды. Сіз барсыз, сіз тірісіз, сіз энергияға толысыз, сұлусыз, өміріңіздің жаңа парақтары мінімен ашылғалы тұр. Тек қана сізге дұрыс шешім қабылдау керек. Біз сізге былай істеңіз, бүйтпеңіз деп ешқандай бақыт бермейміз, бірақ біздің әңгімемізден сізде бір үлкен нәрсе алатыныңызға сенімдіміз. 40 жас ол жаңа өмірдің бастауы. Сондықтан 40 жаста құлпыра беріңіз, жаңа өмір бастаңыз. Бізбен осы өзіңіздің сырыңызбен бөліскеніңізге үлкен рахмет. Тағы да басқа қыз-келіншектер сіздерге де алтын сырға өздеріңіздің хаттарыңызды жолдаңыздар. Біз қуана-қуана талқылап, өз ойымызбен бөлісіп, сырласайық, тілдесейік. Төмендегі сілтемеге өтсеңіздер болады. Бізді қолдап та қойыңыздар. Біздің парақшамызға жазылып, каналға жазылып, пікір қалдырыңыздар. Біз де өте қатты қуанып қалар едік. Осы орайда біздің өзіміздің қонағымызға, Алинаға кішігірім өзімнің сыйлығымыз бар. Әрдайым осылай гүлдей жайнап, құлпырып жүре бер. Ер азаматының гүлі болып, әрқашан алақанды айлап жүрсін. Өзіңіз сияқты әппақ гүлдер. Метілген. И в таком позитивном состоянии айтайын. Назым, солнышко. Әрбір осында айтқан жақсы тілектерге қосылам, бірақ бір нәрсені біліңіз. Сіздің әрбір жасаған қадамыңыз, өміріңіздегі қателіктеріңіз, әрбір жаңа провалыңыз, фейліңіз или жеңістеріңіз, ол барлығы сіздің тағдырыңыздың әдемі өрнектері. Қабылдаңыз. Әр жерден жаңағы екі балаңыз ол сіздің жетістігіңіз, екі қанатыңыз. Олар үшін өміріңізді пида етпеңіз, бірақ мынан қараңыз, мысалы ұстап отырып айтайыншы,
мысалы қараңыз, міне Назым, иә, Назымның өмірі тек қана бала шағадан тұрса, Назым как будто соларға сыйынып кеткен сияқты болады, или соларға құдай болып кетеді образна, или соларды құдай етіп алады. Негізі мен, яғни более-менее дұрыс сценарий, мысалы Назым бар, Назымның өзінің ішкі әлемі, рухы бар, да, жаңа құдаймен деген байланысы бар. Екіншісі, Назым ол кім? Ана. Назым ол дочка, біреудің қарындасы, сіңілісі, яғни бауыр, көрші, яғни әртүрлі рөлдеріңіз бар. Осы рөлдердің барлығына мән беріп жүріңіз. Тек қана бір рөлде ғана еріп кетпеңіз. Яғни сол әр рөлді танып, сол бағытты зерттеу арқылы әзірше солай дамысаңыз болады. Қыздар, сіздер жалғыз емессіздер, біз бармыз. Қыздар сіздерді қолдайтын, түсінетін өте көп. Бұл Дем подкасты, келесі көріскенше. Сау болыңыздар. Maybe тайғын болса бәліз, жаның ауырса демал.